Областная детско-юношеская библиотека имени Габита Муслепова продолжает челлендж по акции «Одна страна, одна книга», которая была приурочена к 30-летию независимости Республики Казахстан. Мы рады приветствовать участников и надеемся, что знакомство с книгами казахстанских авторов и бестселлеров мировой литературы доставит вам огромное удовольствие. Сүйікті бақыт дейтіннің бәрі. Сүйікте тұрып, сүйікті болып, сетінеп жаным шерленем. Сүйікті бақыт дейтіннің бәрі, әлі де сүйіп көрмеген. Адасып барып, таласып талып, сүрініп сосын ескірді. Адамның нағыз бақытты шағы, сүймеген кез ешкімді. Жылынып барып, жылынып жарып, жүрек көзінен жас тамады. Махаббат оты тұтанған күннен бақытсыздықтар басталады. Көрінбес көзге елесті қуып, көңілді сосын бір демдер. Адамның бәрі сүйген сәттен бақытын іздеп жүргендер. Санасы әбден ескірген деме, санама жасық басыққа. Бақытты болғын келсегер досым, сүйуге онда асықпа. Адастым дей бер, адамның бәрі бақытқа сендей асыққан. Бақыттым деп айтпайды олар, себебі олар ғашықтар. Өзімде тұтқын шыға алмай келем, жүректей жұқа білмеген. Сүйуді бақыт дейтіннің бәрі, әлі де сүйіп көрмеген. Агата Кристидің ғайып болған миллион кітабын ұсынамын. Жақсы айтайын, оқиға бұлай басталды. Жаңағы айтып отырған банк өзінің Америкадағы кредитін өсіре түсу үшін құны $1 миллион облигация қағаздарын жөнелтпекші болып шешім қабылдайды. Вавазуар мырза бұл жауапты міндетті жиеніне тапсыру лайық деп табады. Өйткені Филипп бұл банкіде көп жыл бойы қызмет етіп келе жатқан жауапты адамдардың бірі. Облигацияларды Филиппке жолға шығатын күні таңертең Лондон Шотландия банкісінің екі бірдей директоры Вавазуар мен Шоу мырзалардың өздері табыс етеді. Ыбырай Алтынсариннің «Өнер бірдің бар жұрттар» кітабынан үзінді. Жылқы шыққан көк шөптей жаңаөспірім достарым. Қатарың кетті алысқай, ұмтылыңыз қалыстай. Біз надан болып өсірдік, ертегісі қалды. Өнер жігіт көркі деп ескермедік мақалды. Біз болмасақ сіз барсыз, үміт еткен достарым, сіздерге бердім батамды. Зира Наурызбаева, Лиля Калаус. Алтын тостағанды іздеу. Жердің тұл емес. Есіктің ар жағынан жамырай жылаған дауыс естілді. Оны естімегенде кейіп танытқан Дана, көрші есіктің қоңырауын басты. Оған есік ашқан Батудың мамасы өзі де бір жаққа баруға жиналған сыңайлы. Сәлеметсіз бе, Бату үйде ме? Бұл Қадиша, менің сыныптасым деп бастырмалата жөнелді Дана. Кіріңдер қыздар, төрлетіңдер, Батуға тұмарды бағыса тұрыңдаршы, деді Батудың мамасы абыржып. Менің шұғыл шаруам болып тұрғаны, әжей де үйде жоқ екен. Пәтер түкпірінен нәрестенің наразы бажылы жетті. Ох, бұлардың бәрі неге бақыра береді екен деп басын шайқады Дана. Өстіп жүріп, жынданып кететін шығармын. Ал мен саған қызығам, тым құрыса, бөрінің болса ғой. Әсілі Батудың өзі де алдына артып алған кенгуру дорбада жатқан қарындасына тәп-тәуір қарайтын сияқты. Тұмар ендігі жылауын қойып, қарақат көздері көңілдене жылтырап, бірдірлай бастаған. Саша да жұмысқа жегілген. Балақайдың дәл танауының алдында ынты-шынтысы мен сылдырмақты сілкілейді. Дана жалма-жан Сашадан сылдырмақты тартып алып, өзін диваннан тайдырды да баланы айналып толғана бастады. Қошақан-мошақан, көзіңнен айналдым, қуыр-қуыр қуырмаш.